Жарым түнде ат қораға бір адам кіріп, қолындағы кішкене өрмекшілерді атқа жегізіп, бір кезде ат кісінеп қоймағандықтан, үй иесінің қызы қолына шырақ ұстап қораға келіп, аттың басын сипап жатқанда, кенет аттың аузынан өрмекшінің торы шығып, қызды өзіне қарай жабыстырып алғандықтан, бұдан қыз қашып кетпек болғанымен фильм ұнаса ақш жүрек беріп мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Бұл кезде жаңа қыздың шыңғырған дыбысын естіген Сарбас пен Бүйрабас та жетіп келіп, қыз аттың аузында жатқанын көріп, атты бөгебек болғандармен, ат алды-артына да қарамастан орман жаққа қарай қашып, оның артынан осы ауылдың тұрғыны болған Ойпаңғұл тұра қуып, Сарбас пен Бүйрабас та оның артынан ілесіп, бір жерге келгендерінде алдарын үлкен ағаштар тосып алса, ал Ойпаңғұлдың алдынан да бір үлкен қасқыр шығып, қайта қасқыр Ойпаңғұлға тиіспегендіктен, Ойпаңғұл дереу барып Сарбас пен Бүйрабасты тауып, үшеуі жаңа қашып кеткен атты іздей, ақыры бір көне мұнараға тап болады. Әрі Ойпаңғұл Сарбастарға бұл ара 500 жылдың алдында бір патшалықтың орны болатын. Сол кезде оба таралып, көптеген адамдар көз жұмғандықтан, хан Жайым өзіне де обаның жұғуының алдын алу үшін осы биік мұнараны жасатып осында жасырынған. Бірақ оба ауадан таралатындықтан ақыры хан Жайымға да оба жұғып, патшалықта ойрандалыпты деп, бұған Сарбастар ауылдағы жоғалған қыздардың осы мұнарамен қатысы бар болуы мүмкін ба деп сұрап, бұған Ойпаңғұл білмеймін деп жауап беріп, Сарбастар ендеше біз мұнараға шығып көрейік деп, Сарбас арқанды меңгеріп, Бүйрабас арқамен өрмелеп мұнараға шығып ішке кірсе, бұл арада дәл хан Жайымның үйі болып, айналаны тозығы жетіп тор басып кеткенімен, Бүйрабас бір үстелдің үстінен ашылып тұрған бір кітапты байқап, оқып көрсе, бұнда айтылған күні 12 жас қыздың қанын ішсем қайта тіріліп мәңгілік ғұмырға ие боламын деген жазып тұрған болып, Бүйрабас сонда бұл не қылған сандырақ деп ойлап тұрғанда, анадай жерде жатқан хан Жайымның мүрдесін байқап қалады. Қайырлы күн баршаңызға, біз ашылдық сапалы аяқ киімдер. Балалар киімі басқа тағатын орамалдар да бар. Аяқ киімдеріміз таза былғары теріден тігілген құрым аяқ киімдер, асты қатты, неше түрлі брендтік, спорттық оригинал аяқ киімдер, ерлер мен әйелдер және балалар аяқ киімдер және тері емес аяқ киімдер де бар. Одан бөлек кішкене балаларға арналған таза мақтадан тігілген киім-кешектер де бар. Қызықтырса хабарласыңыздар. Мекен жайымыз Алматы Ұзынағаш, Назар салонының арты, Жамбыл көшесі 145, үй телефон 708-288-3606.